Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бұл өрлеу біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының инновациялық технологиялар және ғылыми жаратылыстану гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты Ишимова Алтай Зекировна өзінің сапалы білім берудегі қамтамасыз ету мақсатындағы функционал сауаттылықты қалыптастыру тақырыбындағы дәрісін бастайды. Өздеріңізге белгілі, мектеп оқушыларының функционал сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары өздеріңіз білетіндей 2012 жылғы 25 маусымында үкіметтің 832 жылғы 32 қаулысымен бекітілген болатын. Енді осы бір функционалдық сауаттылық деген мәселе әлде де өз шешімін әлі толығымен таба қойған жоқ. Сондықтан осы бағытта мұғалімдер қалай жұмыс жасау керек, функционалдық сауаттылық деген жалпы не? Сол бағытта сіздермен ой бөліскім келеді. Алдымен мынандай бір тапсырманы сіздермен бірге талдағым келеді. Бұл мына жерде бірнеше қазір суреттер көрсетіледі. Сол суреттің мазмұнына байланысты сұрақ тапсырма. Суретте көрсетілген Афинадағы Каридидами мүсіндері бұдан 2,5 мың жылдай бұрын өте берік тау жынысы мрамордан жасалған. Мрамор құрамы бойынша кальций карбонатынан тұрады. 1980 жылы осы мүсіндер жасанды көшірме мүсіндермен ауыстырып, Акрополь мұражайына тасымалданған. Себебі мрамор мүсіндерді қышқылды жауындар мұжы бөлдірген. Мүсіндерді бөлдірген қышқылдар жауынның құрамында қайдан пайда болған, қалай пайда болған. Енді осы сұраққа жауап бермес бұрын, мынау Акрополь мұражайына кішкене саяхат жасап алсақ, мынау естеріңізде болса, атақты Афинадағы үлкен қазіргі мұражай, Афинский Акрополь деп аталады, осыны тамашалап отырсыздар. Мынау мүсіндер осы мұражайдың алдына салынған үлкен мүсіндер Каридидами деп аталады. Каридидами. Мынау қазіргі мұражайдың реставрациядан жөндеуден өтілгеннен кейінгі қазіргі көрінісі. Мына суретке мән берсеңіз, жаңа Каридидами мүсіндеріндегі бір әйел кісінің бейнесі берілген. Мынандай әдемі кескінді бұдан 2,5 мың жыл бұрын мрамордан жасау үшін қандай құралдар пайдаланылды екен? Бұл әрине қазіргі таңға дейін жұмбақ мәселелердің бірі. Осы үлгідегі архитектуралық ғимарат Қазақстанда бар ма? Бар болса, олар қайда орналасқан? Мұқият назар салып қарасаңыздар, дәл осындай амфитеатр Қазақстанда, оның ішінде біздің Қызылорда жерінде бар. Бұл жаңа оқушылардың функционал сауаттылығына байланысты бұл мәселеге тағы да кейін тоқталамыз. Енді осы тапсырма бойынша қалай ойлайсыздар? Осы тапсырма кімдерге арналған деп ойлайсыздар? Екінші сұрағым бойынша осы сұраққа толығымен жауап беру үшін қандай пәнді білім қажет? Үшінші сұрақтың мазмұны қандай? Әрине ойланайық. Мұнда осы сұрақтар аясында мен бірнеше мұғалімдермен өз тәжірибемде пікір таластырғанда, мұғалімдердің көпшілігі осы тапсырманы студенттерге немесе химия пәнін меңгеру үшін дайындалған сұрақ деп есептейді. Енді толығымен осы сұраққа жауап беріп көрейік. Ол үшін мына бір тірек сөздерді қолданайық. Афина, 2500 жыл бұрын, Каридидами мүсіндері, бұл адамның шынайы бойымен сәйкес келеді. Европалықтардың егер орташа бойының ұзындығын есептейтін болатын болса, онда әрине мүсіндердің өте үлкен екендігіне көз жеткізу қиын емес. Мрамор құрамы бойынша кальций карбонаты өте берік тау жынысынан тұрады. Келесі тірек сөздің біреуі 1980 жыл. Одан кейінгі тірек сөз жасанды мүсіндермен ауыстырылу. Келесі Акрополь мұражайына көшірілу. Келесі сөз қышқылдық жауындар. Енді осы тірек сөздерді өзара байланыстырып, толық жауапқа көшейік. Тірек сөздерді байланыстыру барысында мынандай әрбір жаңа тірек сөзге шешім немесе оны кеңейтіп ауқымын талдайтын болатын болсақ, Афина Европада орналасқан, Европада мемлекеттер өте тығыз және экономикасы мен мәдениеті дамыған мемлекеттер орналасқан. Грецияның мәдени мұрасы 2500 жылдан бері үзіксіз дамып келе жатыр. Бұл дүниежүзі тарихы пәнінде оқытылады. Афинаның табиғаты қоңыржай әрі ылғалды.
теңіз жағасында орналасқан. Мрамор тастарды қолдану үшін қандай да бір техника қолданылды деп болжауға болады. Мысалы 1980 жылдары, келесі тірек сөзінің шешімін есептейтін болсақ, 1980 жылдары әлемдегі капиталистік және социалистік жүйенің экономикалық дамуы өз шарықтауына жеткен болатын. Осы кезде заводтар мен фабрикалар көптеп салынып, жұмыс жасады. Нәтижесінде көмір, қышқыл газы, CO2, CO3, NO2, NO3, CO2, CO3, SO3 тағы басқа газдар атмосфераға көтеріліп, салқын ауаның ағыны салдарынан су буымен араласып, қышқылдап түсіп, жауын болып жауады. Қорытынды сонда бұл сұраққа жауап беру үшін дүниежүзі тарихы, география, химия, физика, әлемдік мәдениет пәндерінің білімі болу қажет. Бұл 15 жастағы балаларға арналған тапсырма. Сұрақ мазмұны әлеуметтік, себебі қышқылдық жауындар шекара таңдамайды. Біз бұл тек қана бір Европаның мәселесі емес, ол әлемдік проблема болып отыр. Келесі сұрақ тапсырма өздеріңізбен бірге талқылағым келеді. Әрине бұл сұрақты мынандай нәрсе. Термометр кәдімгі күнделікті өзіміздің тұрмыста қолданылатын. Бұл жылуды өлшеймін деп грек тілінен аударылған сөзден шыққан. Топырақтың, судың, дененің, тағы басқа заттардың температурасын өлшеуге арналған құрал. Енді осы құралға байланысты бірнеше мынандай сұрақтар туындап отыр. Бірінші сұрақ: дәрігерлік термометрдің төменгі және жоғарғы көрсеткіші қандай? Екінші: адам ағзасындағы 2-4 градус өзгерістің әсері қандай болуы мүмкін? Үшінші сұрақ: дәрігерлік термометрлерді жас аналар баланы суға түсіретін су температурасын өлшеу үшін қолдануына бола ма? Келесі сұрақ: төртінші: дәрігерлік термометрдің жұмыстық денесі сынап болған жағдайда шкала көрсетілімін сілкімей-ақ түсіруге болады. Болса қалай? Біз көп жағдайда баланың температурасын өлшейміз, ересек адамның температурасын өлшейміз. Бірақ алайда температураның шкаланы жаңағы көргеннен кейін оны қалпына келтіру үшін сілкілейміз термометрді. Ал кей жағдайда осы термометрдің егер сол сілкілеу барысында бір нәрсеге ұрып немесе сындырып алатын болса, онда сынап жерге төгіледі, ал оны жинап алу тағы да бір келесі проблемалар туындап жатады. Және сынаптың ағза үшін пайдалы емес екенін әрбір адамдар біледі. Енді мына термометрдің өзіне көз салайық. Мына қарап отыратын болсақ, мына төменгі шекарасы 34, жоғарғы шекарасы 32. Кешіріңіздер, 42. Ал енді адамның өмір сүру үшін қалыпты температурасы бұл 36-да 6. Енді 37 деген нүктеде мән беретін болсаңыздар, қызыл нүкте бар. Бұл нені білдіреді? Енді 34 градустан өзгерген жағдайда адам ағзасында, төмен болған жағдайда адам ағзасында не болуы мүмкін? 42 градустан артып кетсе не болуы мүмкін? 37 градуста адам ағзасында не болуы мүмкін? Міне осындай сұрақтар, мысалы үшін оқушы үшін де, ересек адам үшін де қызықты екенін өз мұғалімдермен жұмыс жасау барысында көз жеткіздім. Әрине ағзадағы өзгерістер, егер 36-да 6-дан төмендеген жағдайда, мысалы үшін 34 градус 2, жоғары жағынан 5 градус айырмашылық адам ағзасының өліміне алып келеді. Яғни қан айналым жүйесінің қанның құйылуына байланысты қан ағзаға толығымен тарамайды, нәтижесінде судорога деп айтамыз, адам ағзасында тырысу болады деп айтамыз. Балалардың температурасы 40 градустан асқан кезде судорога ұстайды деп айтып жатамыз. Осының барлығы да ағзадағы қан айналымына тікелей тәуелді мәселелер екен. Ал енді мына мән берейік осы мына мәселеге. Адам ағзасындағы жаңа айтып жатқан 2,6 мен 4-5 градустың арасындағы өзгерістер адам ағзасындағы үлкен өлім немесе өмір мәселесін шешетін болатын болса, ал 37 градус температураның көрсетілімі бұл ағзадағы дағдарысты сипаттайды. Ал бұл температураның көп жағдайда дәрігерлер туберкулез температурасы деп атайды. Сондықтан да бұл аурумен шалдыққан адамдар ұзақ уақытында шалдыққанның нәтижесінде өздеріндегі температураның мысалы үшін өте жоғары болмауына байланысты мән бере бермейді. Нәтижесінде ұзақ созылмалы жүріп ауру асқынғаннан кейін ғана дәрігерге көрінуі ықтимал. Енді әрі қарай кеттік. Осы адам ағзасы мен жер ананың арасында қандай байланыс бар? Жер ана мына оқулықтарда бар, баспасөз құралдарында бар. Мысалы, жер бетіндегі ауа райының жылдық температурасының орташа көрсеткіші
егер 3-4 градусқа қарай жоғарылайтын болса, онда жер бетін топан су басады деген болжамдар бар. Және бұл болжамның шындыққа жақын екенін елдің бәрі біледі. Ал енді егер де жер бетіндегі ауа райының осындай өзгерісі мұхиттар менен теңіздің суының тасуына алып келетін болса, онда прилегающий дейміз ғой, теңізге, мұхитқа жақын орналасқан мемлекеттердің тіршілігінің жойылуына алып келетін болатын болса, ал енді оқушыға сұрақ қоюға болады, ал Қазақстанда осы жағдайда не болады деп, немесе әлемде не болады деп. Онда да айналып келген кезде жер бетінде жауын-шашынның мөлшерден тыс көбеюі, ол мөлшерден тыс көбею болатын болса, басқа өңірлерде егіннің өспеуі айналып келген кезде қайтадан ашаршылыққа алып келеді. Сонда адам ағзасындағы 3-4 градус, егер адам ағзасына да жаңағы өлім мен өмірдің шекарасы болатын болса, 3-4 градус жер ананың да тіршілік етуінің жаңағы белгілі бір шекарасы болып қалады. Егер жер бетінде тіршілік иелері адамзат жойылатын болса, онда жер бетінде тіршілікте жойылды деп атауға болады мысалы. Келесі үшінші мынандай сұрақ талдағым келеді сіздерге. Бұл әрине ересектердің проблемасы, но дегенмен де әрбір отбасында болғаннан кейін бұған үйде тұрған балалардың арасында ата-анасының кредиті бар екендігі жөнінде, оларды кейде сол кредитті өтем кезінде қиналатындығын байқайды. Мынандай сұрақ сіздермен бірге талқылауға ұсынып отыр. Банктен кредит алып көрдіңіз бе? Екінші сұрақ, кредит алуда не қиындық туғызды? Үшінші сұрақ, келісімшартқа өзгеріс енгізу мүмкін бе? Кредитті алдыңыз, ал енді келісімшартты алдыңыз, сонда сіз байқауыңыз болатын болса, бірде-бір банк, мысалы үшін тәжірибеден байқауға болады, өздерінің келісімшарттарында, келісімшарттың ішінде 8-ші немесе тіптен әрі кеткен кезде 10-шы шрифтпенен келісімшартты береді. Ал енді келісімшарттың ішкі мазмұнына кіретін болса, тараптардың міндеті деген бар. Енді осы тараптардың міндетінде банк өз міндеттерін әдемілеп қойған. Ал енді тараптың екінші жақ алушы жақ ретінде сіз өз тарапыңызды қарайтын болсаңыз, ол жерде де банктың мүддесі көрінеді. Сондықтан мына жерде мысалы үшін кредит алудың кезінде, например, ең болмағанда біз мына шрифтті өзгерту жөнінде ұсыныс жасауымыз болады. Бірақ өкінішке орай біздің ересек адамдар бұл мәселені ұмытып қалдырады. Екінші мәселе, бірнеше ситуациялар болуы мүмкін адамның өмірінде. Науқасқа шалдығып қалуы мүмкін, не ұзақ мерзімді іс-сапарға кетуі мүмкін, немесе қандай да бір жаңағы жарақат алуы мүмкін, ұзақ мерзімнің көлемінде, мысалы үшін осы кредитті төлей алмайтындай қалған жағдайда. Бұл жағдай қалай қарастырылады? Бұл мәселеде біздің халқымыз үшін, немесе біздің осы кредитпен жұмыс жасап отырған елдегі азаматтарымыз үшін тағы да бір шешілмеген проблемалар секілді. Енді мынау өзгеріс енгізудің мүмкіндіктері, жаңағыны айтып өттім, мүмкін келісімшарттың мәтінін көзге көрінетіндей 14-пенен немесе 12 шрифтпен жазып беру. Екінші мүмкіндік, қандай да бір мысал жаңа айтып өттім, ол жөніндегі ұзақ емделуді қажет етсе, іс-сапар болған жағдайда төлем жағдайын анықтау, келесі өтем графигін нақтылау. Банктер мына кредит берудің алдында сізге жылдық мөлшерін айтады. Бірақ жылдық мөлшерін айтқан кезде, график жасалған кезде соңында белгілі бір сумма, тек қана бір ғана сумма, мысалы үшін айына 1000 теңге төлеу керек болатын болса, сол 1000 теңге көрініс береді. Ал енді мына жақта негізгі жаңағы қарызыңыздың бөлігі және оған қосылатын жаңағы пайыздық өлшемді қарайтын болсаңыздар, пайыздық сумма, берілетін сумма алғашқы айларында өте азғандай. Ол тек соңғы кезде. Сонда банк алғашқы уақытта, егер сіз бірнеше 5 жылдың немесе 10 жылдың көлемінде алатын болсаңыз, онда міндетті түрде сіздің алғашқы кезде тек қана банк өзінің өтемін, өйткені үлкен суммадан процент алу пайыз алу өте тиімді банк үшін, ал алып отырған алымшы ретінде бұл тиімді емес. Енді демек мына осы 3 түрлі жаттығу немесе сұрақ тапсырманы өздеріңізбен бірге талқылап отырмын. Осы талқыланған мәселелердің ішінде жаңа айтып отқан бірінші мәселе, жаңағы тапсырма. Оны айттық, 15 жастағы балаларға арналған тапсырма дедік. Бұл демек, қай уақытта бұндай тапсырма берілді? Бұл өздеріңіз білесіздер. Көптеген жаратылыстану математикалық бағыттағы сабақ беретін пән мұғалімдері оны жақсы біледі. Мына 2009 жылы өткізілген халықаралық салыстырмалы оқушылардың білімін зерттеу комиссиясының шешімімен өткен PISA зерттеуі. Осы зерттеудің алынған бір ғана мәтін немесе бір ғана тапсырма. Бұл тапсырма бірнеше бөліктен тұрады. Келесі тапсырмада бұл бірінші бөлігінде, яғни оқушының дүние танымын
анықтауға арналған. Оқушы қаншалықты әлемді біледі, бұл пәнді, осы сұраққа жауап беру үшін қандай пәндік білім керек? Шын мәніне келген кезде жаңа айттық, тарих дедік, одан кейін барып физика дедік, одан кейін химия дедік, одан кейін барып жаңа айтып жатқан география дедік, одан кейін барып әлемдік мәдениет деген нәрсе бар. Мировая культура, соның элементтері. Енді осы жағдайға алып келген кезде оқушы, біздің қазақстандық оқушылар осы сұраққа қаншалықты жауап бере алды деп ойлайсыздар. Әрине жауап беру өте төмен болды. Өйткені себебі біздің балалар шектеулі не алады екен, ойлайды екен. Енді жаңа бағана мына слайдтың басында көргендей, осындай театр немесе жаңағы Акропольда, мұражайда көргендей сахна қайда бар деп ойлайсыздар. Және ол бар ма біздің Қазақстанда? Мен айтар едім, ол Қазақстанда бар. Қорқыт Ата атындағы үлкен мемориалды кешен бар. Осы кешеннің басындағы амфитеатр дәл осы Акропольдағы театрдың кішкентай ғана көшірмесі деп айтуға болады. Сонда мәдениет деген мәселеде де әлемдік шекара жоқ. Міне 2,5 мың жыл бұрын салынған осындай театрдың көрінісін міне біздің Қазақстанда, оның үстінде біздің Қызылорда өңірінде осындай театрдың несі жаңағы үлгісі бізде де жасалған екен. Олай болатын болса, жаңа айтып отқан қышқылдық жауындар секілді әлемдік мәдениетте де шекара болмау керек. Оны оқушылар жан-жақты не қылу керек екенін білу керек. Екіншіден, жаңа қышқылдар қайдан пайда болған деген сұрақтың мәселесі. Жаңа айтып отқан заводтар мен фабрикалардың көптеп салынуы, олардан бөлінетін газдардың шектен тыс көбеюі атмосфераға белгілі бір деңгейде газдың бәрін бөледі, ал бірақ жаңа ауаның ылғалдылығының нәтижесінде бөлінген қайтадан қышқыл ретінде жерге неғылған жауын болып жауады екен. Міне айналып келген кезде бұл тек қана химия пәнінің мәселесі емес, бұл физикалық та сұрақ болып тұр. Бұл Европаның ғана мәселесі емес, қышқылдық жауындар қазіргі күні әлемдік проблема болып отыр. Енді мына осы функционалдық сауаттылық деген жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, ұлттық іс-қимыл жоспар жасалды. Осы заңды түбегейлі оқығаннан көрі, осы заңға байланысты мынандай мен мысалы үшін өз тәжірибемде мынандай глоссарий ұсынар едім. Мынау бірінші халықаралық зерттеулер. Бірінші жаңа айтып отырмыз, ең алғашқы Қазақстан Республикасы қатысқан бұл TIMSS. Бұл бастауыш сынып пен негізгі мектептің оқушыларының математикалық және жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер бойынша білімін тексерді. Одан кейін алғашқы қатысқан келесі 15 жастағы балалардың PISA халықаралық салыстырмалы зерттеулеріне қатыстық. Бұл алғашқысы 2009 жылы болды. 2012 жылы, 2015 жылы өтті. 2015 жылдың қорытындылары енді ғана шығады. Ал 2019 және 2012 жылдағы біздің оқушыларымыздың жеткен жетістігі көңіл көншітетіндей өкінішке орай емес. Ал PIRLS бұл бастауыш сыныптың оқушыларының білімін тексеруге негізделген, тексеруге ғана емес, зерттеуге негізделген және салыстырмалы талдау жасауға негізделген. Сондықтан қазіргі жағдайда біздің Қазақстан Республикасының оқушыларының қатысып отқан салыстырмалы зерттеулері осы 3 бағытта жүреді екен. Енді осы бір заңдылықтың ішінде бірнеше жаңа айтып жатырмын, ұғымдарды таңдап болып отырмын дедім. Солардың біреуі, мысалы үшін, оқу деген әрекет. Бұл күрделі ұйымдастырылған әрекет. Оның ерекшелігі, оның элементтері әр уақытта өлшеуге келмейді. Қанша оқығандығыңды өлшей алу, мысалы үшін, өлшей алу мүмкін емес. Екінші, мәтін. Бұл оқуға арналған түрлі материалдар. Бұл оқулықтағы материал болуы мүмкін, ол мысалы үшін газет, журналдар, басылымдағы материал болуы мүмкін, немесе интернеттен алынған мәтін болуы мүмкін. Яғни оқуға арналған материалдар. Бұл сызбалар да болуы мүмкін. Оны әрі тағы да талдаймыз. Екінші, ситуация деген сөзді негізгі глоссарийға енгізіп отырмын. Яғни мәтінге сүйену негізінде қажетті оқудың мақсаты. Келесі, оқу мақсаттарына байланысты ситуациялар жеке қажеттілікке, қоғамға қажеттілікке, оқуға қажеттілікке байланысты. Бағанағы айтып отырған біздің тапсырмаларымызға қайтадан оралатын болса, алғашқы, мысалы үшін, жаңағы мүсіндер туралы тапсырмамызды талдайтын болатын болсақ, мына жердегі қоғамға қажеттілікке негізделген нәрсе, әлеуметтік проблема, әлемдік проблема. Сондықтан бұндай тапсырмалар оқушының дүние танымын барынша ауқымын кеңейтуге арналған әлемнің біртұтастығын, бейнесінің біртұтастығын қамтамасыз етуге арналған екен, жаңа айтып жатқан ситуация екен.
Келесі мәселе термометр ұстайтын болатын болсақ, бұл кімге негізделген? Бұл мәселеде жаңа айтып отқан жеке қажеттілікке байланысты. Өйткені адам қандай жағдайда болатын болмасын, өзінің денсаулығын, өзінің өмірін қорғауға қажетті білім-қор мектептен алуға тиісті. Келесі үшінші тапсырмамыз. Оқуға қажеттілікке деп оны айта алмаймыз, ол да қоғамда қажеттілікке кетеді. Өйткені себебі қоғамда өмір сүру, қоғамда жақсы өмір сүру, өз тұрмысыңды билеу, осының барлығы да қоғамдық қажеттілікке айналып келген кезде, осының барлығы да функционалдық сауаттылыққа алып келеді. Келесі бір мәселе оқу дағдысы. Бұл мәтінмен жұмыс жасауға қажетті дәрістер мен когнитивті жоспарлар. Біздегі оқушыларымыздағы жетіспей жатқан, немесе мына PISA салыстырмалы зерттеулері бойынша да, егер де қандай да бір біздің көрсеткішіміз төмен болатын болса, осы оқу дағдысының әлде де оқушыларымызда төмен екендігінен мәтінмен жұмыс жасауға қажетті әдістер және когнитивті жоспарлар. Әрі қарай мәтіннің типтері. Мынау салыстырмалы зерттеулерде мәтіннің типтері қандай болып келіп жүр? Баяндау, сипаттау, талқылау, нұсқаулар, келіссөздер және рассуждение. Мына рассуждение деген сөзді орыс тілінде қалдырып отырған себебім, обсуждение бар, талдау, талқылау, енді рассуждение деген бар. Екеуі екі ұғым. Бірақ біздің қазақ тіліне алған кезде бұл бір ғана мағынаны беретін секілді. Бірақ осы сөзге арнайы тағы да алда тоқтайтын боламын. Мәтіннің форматы мен түрлері қандай болуы мүмкін? Бұл тұтас мәтін, үзілісті мәтін, аралас мәтін, құрама мәтін түрінде кездеседі. Енді өзіміздің тапсырмаларымызды қарайтын болсақ, бағанағы термометрімізді алатын болсақ, бұл тұтас мәтінге кетеді. Ал енді жаңа бірінші корреспондент мүсіндеріне қалатын болсақ, ол уже аралас мәтінге кетіп отыр. Енді банктағы несиелену мәселесі болатын болса, онда тұтас мәтінге келтіруге болады. Сондықтан оқушы өзінің алдындағы келіп отырған мәтіннің түрін білу керек. Қандай форматта беріліп тұрған мәтін. Егер де оны білу, оны әрі жоспарлауға тікелей тәуелді болып табылады. Енді оқу сауаттылығына қажетті дағдылар немесе шеберліктерге тоқталып өтейін. Бұл ең алдыменен және осы оқу сауаттылығына қажетті дағдылар мен шеберліктер оқушы үшін де, мұғалім үшін де маңызды деп есептеймін. Біріншісі, мәтіннен негізгісін тауып, оны бөліп алу. Бағана бірінші тапсырмаға жауап беру үшін біз түйінді сөздер жасаған болатынбыз. Дәл сол түйінді сөздер секілді мәтіннен негізгісін оқушы таба білу керек және оны бөліп алу керек. Екінші, мәтінге интеграция және интерпретация жасау. Яғни талдау, әртүрлі байланысты мәліметтерді біріктіру. Оны да біздер жасадық, сол бірінші тапсырма жасау барысында. Яғни алынған бірнеше түйінді сөздерді өзара байланыстырдық. Келесі мәтінді қорыту және оның формасын ажырату. Міндетті түрде мына формасын ажырату деп отқан сөз, оқушы алып отқан білімінің оның болашақта қай жерде пайдаланатындығын анықтау үшін қажет. Сондықтан форманы ажыратқан оқушы үшін тиімді болады. Ал қорытындысы жаңа айтып отқан қышқылдық жауындардың қайдан пайда болғандығы жөнінде баланың ой қорытындысы екен. Енді оқу сауаттылығы деген сөздің өзіне, енді мына сөзді байланбас бұрын 2009 жылғы PISA-дағы зерттеулердің қорытындысы бойынша 65 команда қатысатын болатын болса, осы 65 командадан Қазақстан Республикасы оқу сауаттылығы бойынша 59 орын, жаратылыстану математикалық сауаттылығы бойынша 58 орында болды. Сонда оқу сауаттылығы төмен болуы, сонда біздің балаларымыз оқи алмай ма деген сұраққа алып келеді. Ал бастауыш сыныпты бітірген кезде ата-аналар бар, бастауыш сыныптың мұғалімдері бар, біздің оқушыларымыз тіптен 1 минутта қанша сөз оқитынына дейін күнделігіне жазып, немесе сол туралы есеп береді. Ал енді оның шын мәніне келген кезде, мына зерттеу қорытындысы бойынша 59 орында болу біздің балаларымыздың оқу сауаттылығының төмен екендігін көрсетіп отыр. Енді оқу сауаттылығын анықтамасы ретінде қарайтын болсақ, адамның жазбаша мәтінді түсінуі, осы мәтінді қолдана отырып ойланып оқуын, оның өз мақсат мүдделерін жету үшін қолданып, өз білімі мен мүмкіндіктерін кеңейту арқылы қоғамдық өмірге араласу қабілеті болып табылады. Енді осы әрбір сөзді мына оқу сауаттылығынан бастап жазбаша мәтінді қолданып отырып ойлану, өз мақсат мүдделерін жету үшін қолдану, білімі мен мүмкіндіктерді кеңейту, қоғамдық өмірге араласу деген сөздердің өзін түйінді сөз ретінде қайта өзара байланыстырып, осы оқу сауаттылығы деген сөздің өзіне анықтама берейік. Енді осы оқу сауаттылығының деген сөздің өзіне неге просто жай ғана оқу деген сөз қолданылмайды? Мысал үшін, неге оқу сауаттылығы деген сөз қолданылып отыр? Сондықтан осы мәселеге тоқталып өткім келеді.
Педагогикалық контекстте оқу термині жай ғана әріптерді дыбыстау ретінде қолданылады. Демек, біздің бастауыш сыныпты бітірген оқушыларға 1 минутта егер біздер мынанша сөзді оқиды дейтін болатын болсақ, онда ол жаңа айтып жатқан әріптерді дыбыстау болып табылады екен. Ал оқу сауаттылығы терминнің мүмкіндігі немесе ауқымы кең. Сөздің мағынасын түсінуден оның грамматикасын білу, одан құрастырылған мәтіннің құрылымы арқылы әлемді тануға дейін мүмкіндік береді. Оқу сауаттылығы сонымен қатар метакогнитивті мүмкіндіктерді де қамтиды. Яғни өзіңнің түсінбей тұрғанын түсіну, өз түсінігіңді қажетті жағдайға дейін қалыптастыру мен дамытуға ұмтылу болып табылады. Ал тарихи тұрғыдан келгенде сауаттылық ол жазбаша мәтін арқылы информацияны алу немесе беру болып табылады. Біздің үлкен кісілер айтушы еді, ол кісі өте сауатты деп. Сонда бұл тұрғыда бұл жазбаша мәтінді қатесіз жазу деген сөзді сауаттылық деп сөз. Сонда оқу және сауаттылық деген екі сөздің бірігуі бізге қандай ой қорытындысы жасауға мүмкіндік береді. Сонымен оқу сауаттылығына тоқтайтын болатын болса, барынша белсенді, мақсатты, конструктивті түрде оқуды әртүрлі жағдайлар мен мақсаттарға қолдануды атап айтқымыз келеді. Енді жаңа айтып жатқан осы ненің оқу сауаттылығына байланысты бірнеше жаңа айтып жатқан түйінді сөздерге тоқталып өтейік. Оқумен шұғылдану. Осының ішінде дамыған оқушы немесе оқырман мәтінді оқып қана қоймайды, оны белсенді түрде қажетіне пайдаланады. Сондықтан оқытудың мақсаты оқуға ұмтылған шеберлікті дамыту, оқуға қажетті мотивация туғызу, яғни оның ішкі қажеттілігін ояту. Екінші, өз мақсаттарына жету үшін, өз білімдері мен мүмкіндіктерін кеңейту үшін, әлеуметтік өмірге араласу үшін. Келесі, оқу сауаттылық қоғамда өз орнын дәлелдеу үшін, қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қажетті. Сауатты адамдарға медицина, заң, банк кез келген ортада өзін еркін сезіну мен нақты шешім жасау оңай болатыны анық. Мына бір соңғы сөйлемге мән беретін болсаңыздар, айтылған мәселеге, яғни бағана талдаған 3 жаттығуымызға мән берейік. Яғни өз өміріңді қорғау, қоғамда еркін сезіну, нақты шешім қабылдай білу, қышқылдық жауындар жасаған жағдайда немесе тағы табиғи апаттарға байланысты медицина бойынша жаңа айтып отқан заңнамалық ретінде банктер несие алған жағдайда, яғни сонда оқу сауаттылығы деп отқан сөз қоғамда тек қана өз орнын дәлелдеу үшін ғана емес, сонымен өз қажеттілігіңді қанағаттандыру үшін де некен қажет болып табылады екен. Енді бағанадан бері айтып жатқан оқушылардың оқу сауаттылығын зерттеу, халықаралық зерттеулер үшін маңызды көрсеткіш болған себебі де осында екен. Қазақстан республикасы алғаш рет жаңа Тимске 2007 жылы, Пизаға 2009 жылы қатысқандығы жөнінде айтып өттім. Енді қандай орын алғандарымыз жөнінде де ол айтып өттім. Енді Пиза 2012 жылғы қорытынды болатын болса, оқу сауаттылығымыз бұрын 58 орында болатын болса, одан да төмендегеніміз анықталып отыр. 62-63 орын. Бұл әрине тағы да біздің педагогикалық салада жұмыс жасап жүрген барлық мұғалімдерді де ата-ананы да ойландыратын мәселелердің бірі. Екінші мәселе, бұл мынау негізгі мектеп, 15 жасар деген бала деп отқан сөз, негізгі мектептің оқушысы. Ал енді орта мектепті бітіріп жатқан балаларымыздың деңгейі қандай қазіргі таңда? 2007 бұл менің өз зерттеуім, сонымен сіздермен бөліскім келеді. 2007-2015 оқу жылдарында Қазақстан Республикасында мектеп бітірушілердің физика және химия, математика пәндері бойынша ұлттық бірыңғай тесттің қорытындылауы бойынша 3,1 балдан аса алмай отыр. Ал егерде 25 сұрақтың 4 сұрағына жауап берсе, оған оқушының білімі 3 деп бағаланады. Ал енді бағдарламаның пайыздық көрсеткіші ретінде 25 сұрақ 100% пайыз болатын болса, онда 4 сұрақ бар болған бағдарламаның 16% ғана. Сонда біздің мектеп бітірушілеріміз, егер 3 деген бағалған жағдайдың өзінде, мына жаңа айтуым бойынша 3,1 балл деп отқан сөз, бар болған орташа балл 3,1, 4 және 5 сұраққа балдар жауап беріп отыр. Сонда негізгі мектебіміздегі білім сапасы осындай. Көріп отырсыздар оны Пизадан, орта мектептің көрінісі мынандай. Демек, біз қай бағытта жұмыс жасауымыз керек. Енді міне функционалды сауаттылық дегенімізді өздеріңіз білесіздер. Леонтьевтің тұжырымдауы бойынша педагог, психолог пайымдауынша функционалды сауатты адам өзінің өмір бойы алған білімін, дағдысын, шеберлігін барынша кең ауқымда өмірдің түрлі жағдайларында, қарым-қатынаста, әлеуметтік қатынаста қолдана білетін адам деп есептеген екен.
Міне сондықтан біздің мақсатымыз пәндерді жеке ғана пәндік шекарадан шығып, баланың барынша функционалды сауатты болу үшін, яғни алған білімін өзінің өмірі мен қоғамда өмір сүру үшін қажетті білім мен дағдыс ретінде қолданылатындай деңгейге жеткізу басты мақсат болуы керек. Мынау енді өз қорытындымен таныстырғым келеді. Бұл оқуға оқытудан гөрі оқу үшін оқуға көшу маңызды дер едім. Яғни жаңа бастауыш сыныптағыдай уақытқа уақытып 1 минутта 120 сөз оқиды, немесе 1 минутта 100 сөз оқиды деп сөзді дыбыстағаннан гөрі осы 100 сөздің ішінде қандай мазмұн жатыр, осы сөздерден құралған мәтіннің ішінде қандай идея жатыр деген мәселені оқушы бөліп алатын болса, және оны өзінің өміріне пайдаланатын болса, бұл біздің білім саласының сапасының артуына да сөзсіз ықпал ететіні анықталар еді. Енді мынау әрі қарай жаңа айтып отқан PISA халықаралық салыстырмалы зерттеулердің талап ететін мәселесі не? Бағана тоқтап өткен болатынмын. Жазбаша мәтінді түсіну мен қолдану деп отқан сөз, олар жайлы ой қорыту қабілет адамның болуы. Оқығанды түсіну, ол оқу әрекетінің педагогикалық ең маңызды элементі болып табылады. Қолдану оқушы әрекетінің жеке ерекшеліктеріне сай қосымша аспектісі. Яғни бір нәрсені, балаларға бірдей нәрсені ұсынғанмен де олар оны әртүрлі деңгейде қолданылады. Сондықтан бұл оқушының жеке ерекшелігіне, ерекше қабілеттеріне, ерекше қасиеттеріне сай аспект болып табылады екен. Ой қорытындысын жасау, оқушы белсенділігіне негізделген. Алайда ол оқушының өз ойлары мен тәжірибесі болу керек. Осы ой қорытындысы оқушыны саналы түрде мазмұнды талдау, оның құрылымын талдау, өз білімімен салыстыру, тағы басқа саналы әрекеттерге алып келеді. Енді жазбаша мәтін дегеніміз не? Бағана жазбаша мәтін туралы айтып кеткенбіз, но дегенмен де халықаралық зерттеулерде осы жазбаша мәтін қандай түрде беріледі. Енді соған тоқталып өтетін болсам, тіл графикалық символика түрінде қолданылса, ол жазбаша мәтін болып табылады. Енді мәтіндеріміз бізде қолжазба түрінде, баспа түрінде, электронды түрде бола алады. Жазбаша мәтін термині аудиобаспа, мультфильмдер, радио және телевизиялық көрсетілімдер үшін қолданылмайды, оны білесіздер. Алайда жазбаша мәтіндер суреттерден, диаграммалардан, графиктер мен таблицалардан, тіпті комикстерден тұруы мүмкін. Енді оқулықта пайдаланып жүрген мәтіндеріміздің біраз бөлігі, например, бұл баспа түрінде. Ал енді гуманитарлық пәндерге тән тілдік пәндерге немесе тарих пәндерінде, мысалы үшін қолжазба түрінде, біреудің қолжазбасын зерттеу деген секілді мәтіндер жиі кездеседі. Және жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндердің ерекшелігінде оларда диаграммалар, суреттер, графиктер мен таблицалар және таблицаларда жиі мәтін түрінде кездеседі екен. Бұл халықаралық зерттеулерде де осындай мәтіндер бар. Енді мәтінге байланысты негізгі мына халықаралық зерттеулерге байланысты балалардың не нәрсені жақсы түсінуі қажет. Бұл біріншіден мәтінді, екінші мәтінде берілген ситуацияны, осыған байланысты оқушыда оқу шеберлігі болу керек. Енді мына PISA-ға байланысты келіп жүрген мәтіндердің мысалдарын тоқтала өтетін болсам, мысалы үшін жеке қажеттілікке байланысты мәтін. Театр тек қана театр. Мысалы, театрға бару, расында ол барлық театрдағы қойылымды көру, барлық оқушының қажеттілігі емес, соның ішінде өнерге бейімі, немесе көркем әдебиетке бейімі, осылар мысалы үшін қажеттілікке, оқушының жеке қажеттілігіне байланысты. Сондықтан мәтіндер осындай сипатта болуы мүмкін. Екінші, қоғамдық қажеттілікке байланысты мәтіндер. Мысалы үшін ұялы телефонның қауіпсіздігі деген мәтін. Жаңағы біздің айтып отқан бағанағы бірінші басындағы қышқылдық жауындар секілді. Ұялы телефонның қауіпсіздігі туралы мәтінді кез келген оқушы немесе кез келген ересек адам, кез келген ата-ана білу керек. Сонда ғана ол өз өміріне оны тиімді пайдаланады. Оқуға қажеттілікке байланысты бұл жүгіргіштер деген мысал ретінде келтіріп отырмын. Оқуға қажеттілік, яғни информация немесе ақпаратты алу үшін қажетті нәрселер. Іс-әрекетке негізілген, мысалы үшін кейде кастинг жасау деп айтамыз, мына телекоммьютинг жазылып тұр мұнда. Шын мәнінде кастингте байланады, сол іс-әрекетті әрі жалғастыру, оны қалай жасаған дұрыс болады деген секілді ой қорытындысын жасайтындай тапсырмалар да болады екен. Сонда мына халықаралық зерттеулерде келіп отырған мәтіндердің мысалдары осы жеке қажеттілікке, қоғамдық қажеттілікке, оқуға қажеттілікке және іс-әрекетке негізделеді екен. Осы төрт бағытта жүргізіледі.
Енді халықаралық зерттеулер бойынша оқу сауаттылығының қандай сипаттамалары ескеріледі, оқушылардың білімі қалай бағаланады мысалы үшін, соған тоқталып өтейік. Сипаттау мәтіні, мысалы берілген информация объектіге немесе оның кеңістіктегі орнына байланысты мәтін. Мәтінге қойылатын негізгі сұрақтар бұл не, ол қандай, тағы басқа сұрақтар қойылады. Мәтін беріліп болғаннан кейін осының астындағы талдау ретінде берілетін сұрақтар. Техникалық сипаттау тұтас емес, мәтін арқылы немесе диаграммаларға, иллюстрацияларға сүйеленеді. Мысалы үшін жаңа бір жылдық ауа райының өзгеріс жөніндегі онда диаграмма міндетті түрде беріледі, осының бала бойы қорытынды жасау керек. Әрине техникалық сараптама, немесе мұнайдың қорын есептеу деген секілді тапсырмалар болуы мүмкін, немесе жылдық орташа температураны анықтау деген секілді болуы мүмкін. Бұлар үзілісті жаңа айтып отырмын, тұтас емес, мәтін арқылы немесе диаграммалармен беріледі, немесе иллюстрацияларға да беріледі. Енді сипаттауларға карта, каталог, кестелер қолданылады. Импрессионистік сипаттауға объектіге субъективті көзқарас тұрғысынан сипаттау жатады. Яғни көрсетілген мәселеге сенің өзіңнің көзқарасың қандай, оқушы өзінің осыны қалай қабылдайды. Кейде біз дұрыс емес деп тек шектік аралықты қабылдап жатамыз, шектік мәндерді қабылдап жатамыз. Мүмкін бұл аралық ситуацияда болып қалатын да шығар. Сондықтан осындай мәселелерде объективке субъектінің субъективті көзқарас тұрғысынан сипаттау деген мәселе алынады екен. Енді баяндау мәтіні бұл объективке байланысты және уақытқа байланысты қолданылады. Көркем шығарма, жаңалықтар, соғыс жағдайлары, повесть, поэма, әңгіме, биография, газеттегі репортаж, юмореска, тағы да басқалар. Баяндау әдісі халықаралық зерттеулерде өте жиі қолданылатын әдістердің бірі екен. Талқылау мәселесі бұл түсініктер арасында тәуелділіктер мен қорытынды жасалған сипатқа ие болатын күрделі мәтін болады. Мысалы үшін X пен Y жағдайындағы тәуелділік пен ұқсастықты айыру, анықтама беру, комментарий жасау, протокол жасау, резюме жасау, тағы басқа әрекеттер талап етеді. Жаңа айтып жатқан, егерде ауа температурасы, например, бірнеше сатыға көтерілетін болатын болса, мысалы үшін мұздықтар қанша пайыз ериді. Осы арасында тәуелділік тағайындау керек және тәуелділік тағайындалған қорытынды тағайындау бойынша өз қорытындысын дәлелдейтіндей болу керек. Енді бағана орыс тілінде айтылған рассуждение деген тұжырымға қайтып келдік. Бұл әртүрлі қорытындылар арасынан ажырату, пікір беру, ғылыми тұжырымдарын жасау, автор ойы мен өз ой арасындағы шындыққа жауап беру болып табылады. Сонымен талқылаудан гөрі рассуждение деп отқан ой толғамы деп айтсақ, мүмкін соған сәйкес келетін шығар. Әртүрлі ұсынылған қорытындылардың арасын ажырату. Мысалы үшін, мынаусы дұрыс, немесе мынаусы бұрыс деп қорытынды жасау мүмкін. Немесе олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылығын анықтау, оны тиімдісін іріктеп алу. Міне осы жаңа айтып отқан рассуждение деп отқан мәтіннің типіне байланысты берілетін әрекет болып табылады. Нұсқау түрінде берілетін мәтіндер не істеу керек деген сұраққа жауап беру, заңды талдау, ұсыну және өзің талдағанды сен не істер едің? Мен осындай жасадым, енді мысалы үшін таңдадым және оны не талдау жасадың, сонда оны нұсқау түрінде беру керексің. Міне осындай тапсырмалар жаңа айтқан халықаралық зерттеулердің негізгі аспекті болып табылады екен. Келесі түрі мәтіннің бұл келісім шарт жасау. Бұл келісім шартты жаңа бағана басында айтып өттім, банкте келісім шарт секілді. Мұнда мысалы үшін берілген ұсыныс беріледі мәтін түрінде, осының ішінде осыған жазбаша ұсыныс жасау, осы келісім шартты өзгерту, келісімге келу, немесе өз шешімін, балама шешім ұсыну, яғни осының барлығы да келісімшарт формасындағы мәтіндер болып табылады екен. Міне осы мәселелердің барлығы, айтылған мәселелердің барлығы да оқушылардың функционалдық сауаттылығын не үшін дамытуымыз керек және заңды қалай пайдалануымыз керек деген сұрақтарға жауап береді. Жалпы функционалдық сауаттылық деп отқан сөз өте үлкен, ауқымды мәселе. Оның ішінде жаңа оқу сауаттылығының өзі де үлкен талдауды талап етеді екен. Міне осы жағдайда біздің бүгінгі күні оқушыларымыздың білім сапасын арттыру мақсатында әрбір пәнді ғана пәннің аясынан шығып, кең ауқымда оқушылардың әлемдік кеңістіктік ойламын дамытатындай жағдайға жетуіміз керек екен. Міне функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары осындай мақсаттарды қамтиды екен. Назарларыңызға рахмет.